my best friend. That's my best friend. Достар, сәлем. Бүгінгі видеода бойды қалай ұзартуға болатынын айтып өтемін. Өзімнің бойым 1.80. Әрине өзімді тым ұзын деп санамаймын, бірақ та орташалардан қарағанда әлде қайда ұзынмын. Достар, әрине бойдың өсу генетикаға байланысты. Егер де сендердің ата-аналарының бойлары ұзын болса, сендер де ұзын боласыңдар. Одан кейін достар, адамның сүйегі өкінішке орай 18-19 жастан кейін өспейді. Бірақ та кітаптарда, интернетте осы жастан кейін бойды ұзартатын әртүрлі методикалар, жаттығулар бар. Бой өсіру үшін алдымен дұрыс тамақтану керек, және де әртүрлі витаминдер ішу керек. Мысалы, витамин А ол сәбізде, одан кейін рыбы жир дейді ғой, балықтың майында бар. Тағы да витаминдерден витамин Д, кальций, калий, цинк бар тамақтарды жеу керек. Ал жаттығуларға келетін болсақ, біріншіден разминканы жасап аламыз. Міне қазір үстінде көрсетіліп жатқан жаттығуларды жасаймыз. Бұның барлығы омыртқаға жасалатын жаттығулар. Поза собаки морды вниз, поза ковры, поза кошки, коровы деген осындай жаттығулар. Бойды ұзартатын жаттығулардың келесі турникта тартылып тұру. Осы жаттығуды істейміз. Жай ғана асылып тұрса болады, немесе тартылуға да болады. Міне келесі жаттығу өте жақсы, осы турниктан қарағанда өте жақсы жаттығу. Аяқпен керісінше тұрамыз асылып. Гравитационный ботинки деп аталады. Мен оны 14 мыңға алған болатынмын OLX-тен. Келесі бойды ұзартуға ең жақсы көмектесетін ол плавание, жүзу. Бойымызды ұзартады, омыртқамыз тартылып созылып ашылады. Осымен видео соңына жетті. Егер де басқа да сұрақтарың болса, комментарияға жазыңдар, сонда жауап беруге тырысамын. Одан кейін менің инстаграм парақшама жазылыңдар, онда ютубта жоқ фото, видео және де мотиваторлық сөздерді көре аласыңдар. Ал сендермен болған Райымбек Ералы. Келесі видеода кездескенше сау болыңдар. Кеттік. Get a handle, get a grip, get ammo. It's the return of camo. A hit with a hit, a trip with this candle. Anywhere can do anything, attitude I stick to.